Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің студиямызда жаңа жоба, жаңа подкаст «Мектеп үні». Ал бізде бүгінгі қонақта 108-ші орта мектептің директорының орынбасарлары Сәуле Игіліковна және Гүлжайнар Қабдолдиновна. Бүгінгі студиямызға қош келдіңіздер дейміз. Сіздерге шақыртуымызды қабыл алып келгендеріңізге көп рахмет айтамыз. Бүгін біздің студиямызда бір ерекше тақырып қозғалып, еркін түрде әңгіме жүргізсек дейміз сіздермен. Қош көрдік. Бүгінгі енді білесіздер, тақырыбымыз мектеп үні болғандықтан, жалпы негізі мектеп үні дегенді қалай түсінесіздер, соны өздеріңіздің ойыңызбен жеткізіп берсеңіздер. Мектеп үні бұл мектептің ішкі атмосферасы, білім алушы мен мұғалім арасындағы байланыс, ұжымның рухани ахуалы деген. Бұл әр білім алушының, мектепте жұмыс істейтін қызметкердің болсын, педагогтың болсын, дауысын, пікірін есту және оны бағалау. Ал енді келесі сұраққа көшсек, жалпы негізгі ұстаздық деген ол өте үлкен абырой, өте үлкен жұмысты, күш қуатты талап етеді. Сондықтан сіздің негізгі бала кезіңіздегі арманыңыз болды ма ұстаз болу? Жалпы осы ұстаздық жолыңыз неден басталды, қалай басталды, сонымен бөлісе кетсеңіз. Дұрыс айтасыз. Ұстаздық қызмет үлкен жауапкершілікті, мейірімді, махаббатты қажет ететін мамандық. Мұғалім болу ол бірте-бірте қалыптасатын нәрсе емес. Бұл адамның жаратылысынан туа бітті адам мұғалім болу керек. Мен өзім мұғалім мамандығын бала кезімнен армандадым десем болады. Өйткені мен кішкентай кезімде қуыршақтарда тізіп отырғызып қойып сабақ беретінмін. Және де содан өзім бір ләззат алатынмын. Және менің ең бірінші ойыншығым есімді біргелі әдемі құрмет еткен ойыншығым әкемнің қолдан жасап берген тақтасы. Сол тақтаға жазу жазып, жаңа айтып кеткендей қуыршақтарды үйретсем, артынан көршінің балаларын отырғызып қойып, сабақ үйретіп, солармен ойын ойнаған. Сондықтан да мен мұғалімдік, ұстаздық мамандықты бала кезімнен өзім бойыма сіңірдім. Керемет, көп рахмет. Ендеше сіздің бір бала күніңіздегі арманыңыздың да орындалғанның белгісі шығар қазір осындай тұлға болып қалыптасқаныңызға. Ендеше келесі сұраққа көшсек, сіздің ойыңызша қазіргі заман мұғалімінің ең маңызды қасиеті қандай деп ойлайсыз? Қазіргі заман мұғалімінің ең маңызды қасиеті ол бейімделу қабілеті. Қазіргі білім беру үрдісінде өзгерістер өте көп, жаңашылдықтар күн сайын өзгеріп жатыр. Оқушылардың ойлауы бәрі өзгеріс үстінде. Соған жаңа қазіргі заман мұғалімі әдіс тәсілдерді тез қабылдай алатындай, білім алушылармен тіл табыса алатындай. Жауаптарыңызға рахмет. Енді әр мектепте біз білеміз, қиын оқушылар міндетті түрде кездесіп отырады. Сол жайында тоқтала кетсек, жалпы негізінде қиын оқушылармен мектептеріңізде қандай жұмыс жасайсыздар, сонымен бөліссеңіз? Бұл сұраққа мен жауап берейін. Өйткені мен директордың тәрбие жөніндегі орынбасары қызметін атқарамын. Мен үшін қиын оқушы жоқ. Өйткені әр адамның өзінің мінезінде, тәртібінде, тәрбиесінде бір шамалы олқылықтар болуы мүмкін, бірақ оның барлығын қиынға жатқыза алмаймын. Дегенмен әрине табысуымыз қиынға түсетін балалар келеді. Өзімнің қалай тәжірибемден алып шыққан құралым бар, ол сенім білдіру. Яғни мен сол қиын деп ателген балаға ең бірінші оған сенім білдіру. Алдында тұрған баланы біз олай өзгерте алмаймыз. Бала ол өзін өзгерту керек, өзі сену керек. Оқушы өзіне сенбесе, маған сенбесе, ол жұмыс әрмен қарай жүрмейді. Бала өзіне сенсе, бағамды өзінің орнын өзі белгілей алатын болады. Сіздердің қанша жұмыс атқарып жатқандарыңыздың, сондай еңбектеріңіздің әрқашан жемісін солай көріп отырғандарыңызға өте қуаныштымыз. Өзіңіз мұғалім ретінде осындай болашақ ұстаздарға қандай кеңес айтар едіңіз? Мектепке мұғалім болып, ұстаз болып келу үшін жүрегіңді махаббатқа, мейірімге бөлеп кел деп айтушы едім. Керемет, осындай сіздің кеңестеріңізді болашақта жас мамандарымыз
құлақ қабыс қылып қабыл алып соны қолданса деген үміттеміз. Ал енді бүгінгі міне уақыттарыңызды бөліп қонақ болып келгендеріңізге көп рахмет. Бүгінгі сұхбатымызды қорытындылай келе келесі кездескенше қош сау болыңыздар дейміз.